Бүгін Аманат партиясының Сарыағаш аудандық филиалының ұйытқы болуымен қоғамдық қабылдау өтті. Онда тұрғындар өздерінің әлеуметтік жағдайын айтып, өтінімдерін айтты. Біріне несиеге байланысты банкроттық қажет болса, енді біріне үй құжаттарын қайта жасақтау қажет болды. Мамандардың кеңесі алдағы бейнесюжетте. Басқосуға алғашқы келген Жарты ауылдық округінің тұрғыны көп балалы ана өзінің мерзімі өтіп бара жатқан несиесі жайлы айтты. Жалғыз басты ананың қамқорлығында мүгедектік санаттағы балалары бар екен. Сол себепті несие бағытында көмек керек дейді ол. Істеймін, өзім денім сау ғой, ләжбанша жұмыс істеуге әрекет жасап жатыр, мынау балаларым жүрегі ауырады. Біраз жылына порог туылған, тахикардия, желудочный тахикардия, омыртқа қуатын дұрыс істемейді. Әкесі бұдан 6 жыл алдын сол жүректен қайтыс болып кетті. Сол қазір квартирада тұрам. Суммасы қанша кредит? 1.100.000 алғанмын. Неше займнан алдыңыз? Қанша? Народныймен Каспийден 300.000 алғам, Народныйдан сол 1.100.000 алғам. Балалар жақсы болса жұмысқа шығам, сол күнделікті жұмыс қой. Бұлай өкіметтің жұмысына тіркеле алмай жатырмын. Арасында қоғамдықта тіркелген, қазір оған да шыға алмай жатырмын. Балалардың денсаулығы күрделі болып кетті. Қазір жеке тұлғалардың банкроттығын жариялау туралы заң қабылданған ғой. Егер де мүлкіңіз ешқандай жоқ болса, бағанағы ресми табысыңыз болмаса, онда салық басқармасына барып арыздансаңыз болады. Бағанағы сіздің алған несиелеріңізді бағанағы көрсетіп, тізбесін көрсетіп, одан кейін соны банкроттыққа жариялауға сізге арыз жасаңыз, сіздің қарау керек. Себебі сіздермен енді ол жерде талабы тек қана атыңызда ешқандай мүлік болмау керек. И одан кейін табыс көзіңіз, ресми түрде табыс көзіңіз болмаса, онда банкроттық жариялап береді де қарызыңыздың бәрін кешіріңіз. Келесі келген азаматша тұрғын үйдің құжаттарын қайта жасақтау бойынша құқықтық кеңес алды. Мамандардың тарапынан кез келген мәселе ауылдық әкімдік арқылы қаралатын, қаралмаған жағдайда сотқа жүгінуге құқылы екендігі айтылды. Бүгінгі өткен құқықтық көмек іс-шарасы аясында Сарыағаш ауданының бірнеше азаматтары келіп сұрақтарын қойды. Басым бөлігі айта кететіні, банктен несие алған, несиесін өте алмай жеке сот орындаушыларға өткен, іске қатысқан адвокат өз жауабын берді. Тек қана жаңағы өзін банкроттық жариялау туралы шешім шыққаннан кейін кешіріліп келген әрбір азамат өзінің қойған сұрақтарына толыққанды жауаптарын алып кетті. Бүгінгі басқосуға 2 азамат келіп тиісті кеңестерін алды. Аталған шара сот орындаушылардың қатысуымен айына 1 рет өткізіледі дейді мамандар. Мейірхан Бақытжан, Сағындық Асылбек, Сәтілі арнасының жаңалықтар қызметі.